бағдарламамызды әрі қарай денсаулық тақырыбында жалғастырмақшымыз. Ақ халатты абзал жандар әрине өзінің парызын, қасиетті парыз деп санайды, өзінің қызметін. Енді бүгін біздің студиямызда пульмонолог, таракалды хирург Абзал Малбасқанов мырза келіп отыр. Жаңағыда қош келдіңіз. Мен пульмонолог деп айтып жатырмын. Негізі біз естігенбіз, Қазақстанда 80 ғана пульмонолог бар дейді, шын ба сол? Енді пульмонологтар саны қазіргі кезде аздау, бірақ енді көбісі осы мамандықты таңдап жатыр, оқып жатыр, әлде көбейеді дейміз. Әрине заманның сұрауына сәйкес бұл мамандықтарда шыға бастайды ғой. Жалпы пандемия басталғалы осы пульмонолог мамандығы таныла бастады, ел біле бастаған сияқты. Енді мына ковидтің кезінде, ковид инфекциясы көп жағдайда тыныс жолдары арқылы жұғатын болған соң, бұл мәселе актуалды түрде көтеріле бастады. Сол себептен әрине инфекционистер емдей бастады. Инфекционистерден кейін және де пульмонологтар қосыла бастады. Себебі көп үрдіс өкпеде болып жатты. Жай ғана тек қана пульмонолог емес, ковид кезінде басқа да мамандар өте қажет болды десек қателеспейміз. Бұның ішінде жаңағы ангиохирургтар, тағы да басқа кардиологтар, эндокринологтар. Жалпы дәрігерлерге қажеттілік артты ғой енді. Жалпы өте қажеттілік артты. Енді мына көбінесе мамандықтың атын түсінбей қалып жататын себебі бізде енді латын тілі, медицина тілі болып саналады ғой. Сол себептен көп адам латынша білмеген соң қателесіп жағдай осындай түсінбеушіліктер болып жатады. Мен өзі 3 мамандығым барлығы өкпемен байланысты, барлығы да латынша аталады. Көп адам тілі келмей жатады. Жаңағы таракалды хирург десең, бұл не дейді? Таракалды хирург деген жаңағы торакс деген жаңағы кеуде қуысы, пульмонолог деген жаңағы өкпе, пульмон деген сөзден беріледі. Жалпы адамдардың өкпесін, кеуде қуысын зерттеймін, оқимын, жазам, емдеймін деңізші. Сол себептен латынша кейбір кезде түсінбеушіліктер болып жатады. Ал енді? Енді жаңағы айтып жатсыз ғой, жұқпалы аурулар болады, тыныс алу жолдарымен берілетін. Жалпы тыныс алу жолдарындағы аурулардың барлығы да жұқпалы болып санала ма? Жоқ, олай емес. Неге десеңіз, адамның бұл өмірде енді тыныс алу біз қоршаған ортамен байланысты ауамен өкпе арқылы аламыз. Сол себептен ауада қандай инфекция бар, сол көп мөлшерде ағзамызға кірсе, ең бірінші бізде өзіміздің қорғаныс күштері бар. Ол біріншіден мұрын, тамақ, сосын жаңағы біздің бронх талы, одан кейін өкпе тіні. Соған байланысты қабынулар болады. Ал енді өкпенің басқа да ауытқулары болады. Мұна жүйелік түрде болатын, аутоиммундық аурулар кезінде өкпенің зақымдануы, немесе жүрек қан-тамыр жеткіліксіздігі кезінде болатын өкпе аурулары болады. Өйткені жүрек пен өкпе өте бір-біріне жақын орналасқан екі ағза, ең маңызды ағза десек болады. Қарап отырсаңыз, жүректе өкпе әрқашан құшақтап тұрады ғой. Бірге. Енді айтып жатырмыз ғой, мына түрлі ауа райы байланысты да аурулар қозып жатады. Осы жаңбырлы ауа райында осы өкпе аурулары қозады. Оларды қалай емдейміз, емдеу жұмысы қалай жүреді, шаралары, онымен күресу қалай болады, емдеу процесін қалай істейміз? Енді мына жаңбырлы күні Алматы дүниесіне келетін болсақ, күн бұлттанған кезде ауада қысым жоғарылайды, ылғалдылық жоғарылайды. Сол кезде өкпе тыныс алған кезде шырышты қабынады, сәл ғана қабына бастайды. Одан кейін мына біздің мұрынның ішіндегі талшықтар да бар ғой. Сол талшықтар негізінде шаңды, басқа да дүниелерді ұстап қалып жатады. Ылғалданып тұратын болса, көбінесе инфекция тікелей өкпеге түсіп кетіп жатады. Сол кезде өкпеде небір жаңағы қабынулар болуы мүмкін. Соған байланысты оның алдын алу үшін тек қана мысалға жазғы кезең, бірақ күн салқын, жеңіл киініп жүрудің қажеті жоқ. Әрқашанда қалың киініп жүрген дұрыс. Мына қазіргі енді 21 ғасыр дейміз, заманауи киінеміз, бірақ бұрынғы ата-баба дәстүрден тіпті кетіп қалуға болмайды. Неге десеңіз, апаларымыз, аталарымыз қарасаңыз да әрқашанда шапанын тастамайтын еді ғой. Күн ыстық болса да, жылы жабық. Жылы жабық. Себебі салқындаса да, немесе терлесе де әйтеуір бір киім киіп жүреді. Сол өзінің ағзасын сақтап жүреді. Олдан бөлек бізде қазір ішетін дүниеміз. Ішкенде жаңағы ішімдікті айтып отқан жоқпын. Жаңағы сусындар. Күн ыстық жаздың кезіп, көбінесе энергетиктер ішіп жатамыз. Көп жағдайда пайдасы жоқ дүниелер ішіп жатамыз. Сол себептен біз қазір компот ішу, каркаде ішу қалып қойған, жылы су ішу де қалып қойған. Азында тұрған кезде тіпті су ішпей бірден шай немесе кофе ішіп кете береміз. Ол да өзінің әсерін қалдырады. Өкпеге оның барлығының әсері бар. Әрине, азында тұрғандағы жаттығуымыз да бар.
ол жаттығуды көбінесе біз көңіл бөле қоймаймыз. Бұл жаттығуды қазір сәлден кейін жасайтын боламыз, құрметті көрермен. Енді әзірге әрі қарай жалғастырсақ, мен айта кетейін, жаңа кейде тыныс алу жолдарында бір қандай да қиындық пайда болған кезде біз айтамыз, ковид дейміз, немесе бірақ ковид деп айтып жатады. Кейде аллергия дейді. Әркім әртүрлі бір диагноздарды қояды, бірақ шын мәнісінде дәл сол аурудың артында бір басқа ауру жасырын жату мүмкін, иә? Әрине. Мұны қалай анықтаймыз біз негізі? Енді мына қазір ковид деген халықтың өзі әзіл дейді ғой, қазір өкпең ауырса бітті, бәріне ковид қоя береді деп ше. Иә, ковид бұл пандемия болған соң, адамға жұқпалылығы өте жоғары болған соң, осы 2020-2021 жылы адамдардың көбісі ковидпен ауырды. Бірақ жүйделгеннің барлығына ковид деген диагноз қойылған жоқ. Сол себепті жаңағы ПТР тесттерін жасалып отырды, компьютерлік томография немесе рентгенография жасап, соған байланысты анықтап отырды. Әр өкпенің ауруының өзінің ізі болады, түрі болады, түр сипаты болады. Туберкулездің өзінің түр сипаты болады, ал енді ковидтік пневмонияның өзінің түр сипаты болады. Соған сәйкес өзінің емдеу протоколдары да бар. Басында жалпы коронавирусқа осы белгілі болмады ғой, қандай екен түр сипаты. Содан кейін көбінесе өкпе жағынан осындай ауру болса коронавирус деп жаттық. Енді құрметті көрермен, біздің маманға өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса, экранда көрсетілген WhatsApp нөміріне міндетті түрде жолдаңыздар, дәл қазір қойып жауабын ала аласыздар. Иә, енді жаңа ғана айтып жатсыз ғой, құрметті көрермен, айттық қой, жүрек пен өкпе бір-бірімен тығыз байланысты, бір қорғап тұрған сияқты болады деп, иә. Енді осы орайда біздің жүрек жайлы, ең маңызды ағзамыз жайлы бейнематериалымыз бар. Сәлден соң қайта жалғастырамыз. Мамандар бізге осындай кеңесін берді. Еске сала кетейік, бізде студияда бүгін қонақта пульмонолог Абзал Малбасқанов. Абзал мырза, енді айтыңызшы, жаңа ғана айттыңыз, біз жаттығулар жасаймыз тыныс алу жолдарын жақсарту үшін, жұмысын жақсарту үшін қандай жаттығуларды жасауымыз қажет? Бірге қайталаңыз, құрметті көрермен, сіздер де орындарыңыздан тұрыңыздар, біз де дайындалып тұрмыз қазір. Иә, айта кететін бір жайт, адам ұйықтан тұрғаныңыз көзім ашылды, ояндым деп ойлайды, бірақ ағзаны да ояту керек. Жаңа кардиолог маман айтып кетті, өзіміз айтқандай, азында бірінші асқазан-ішек жолын су ішіп оятамыз, одан кейін тыныс алуымыз керек. Өйткені шалқамыздан жатсақ, өкпеміздің сол жатқан жағымызда қан үйіп қалады, көп айналысы бұзылады. Сол себептен азында тұрған кезде өкпені сәл жұмысқа бейімдеу жіберу керек. Жұмысқа бейімдеу жүру. Сол кезде миымызда от емей қалып, күнімізде сәтті өтеді деген сөзге байланысты. Енді жаттығудың түрі көп, бірақ азында тұрған кезде 10-12 минуттық жаттығулар жасап жіберсек болады. Бұл тыныс алуға байланысты. Иә, құрметті көрермен, оянар кезде 10-12 минут будильникті алдыға қарай өзгертесіздер. Енді өзіміз ғана көзіміз ашылғанда оянды деп ойламаңыздар, ағзаны да ояту керек. Ол үшін қандай жаттығу қазір көрсетеміз. Иә. Мысалға алатын болсақ, қолымызды былай қойып тұрып, жұмып ашқан кезде демаламыз тез-тез. Деп, өйстіп 8 реттен 4 мәрте жасап отырса, мұрынмен тек қана. Мұрынмен ғана. Сонда біз кеуде қуысындағы іш құрсағы мен кеуде құрсағын бөліп тұрған көгетті, немесе қазақта сүбе дейміз, соны қозғалтып, қанның тез-тез жылжуын әсерін жоғарылатамыз. Және бронхтағы эластикалық бұлшықеттерді жоғарылатып, мидың қанығуы тез жақсы болады. Көңіл-күй көтеріледі сонымен. Бұлай жаңа. Одан кейін және де бізде өз-өзімізді келіп алған соң, жаңағы насос дейтін жаттығуы бар. Бұл насос деген жаттығу бұлай. Осылай көрсеңіздер, мына сонда сіз өзіңіздің денеңіздің жоғарғы бөлігіне қанды айдайсыз. Сонда мына жағыңызға қан келген байқайсыз. Жасап көріңіздер, өздеріңіз сезесіздер қанның келе бастаған. Мына самай жақтарыңызға қан келе бастайды. Сонда ми қаныға бастайды. Одан кейін енді шамалы көзіміз ашылды, оянғаннан кейін өз-өзімізді құшақтап, осылай тұрамыз да, одан кейін жаңағы тоже осы демалу осыңыз. Тоже осындай 8 реттен 4 мәрте қайталасақ, біздің кеуде қуысымыздың барлығы қанмен қамтамасыз етеді. Сосын күндіз байқап болсаңыз, жұмыс істеп жүресіз, түске таман желкеңіз тартып ауыра бастайды, ұйқың келе бастайды. Иә, азанда осылай жаттығу жасасаңыз, сізді ондай нәрсе мазалай қоймайды. Өйткені сіз өзіңіздің жылыңызды да созып аласыз. Бұлшықеттерді нығайтып аласыз.
қанның келуі жақсарып тұрады. Әрқашан мына мойында бізде қан жүріп отырса, миымыз шаршамайды, тынысымызды, жүрек қан тамыр жүйесі де жақсы болады. Миды жұмыс жасайды, оянып көңілді жүреміз, және де жан-жағымызға да жақсы көңіл күй сыйлаймыз. Әрине. Мына құрметті көрермен, пайдалы денсаулық үшін міндетті түрде қиын ештеңе жоқ. Өздеріңіз көрдіңіздер, 3 қана жаттығу, ұйқыдан тұрасыздар, осы 3 жаттығу жасайсыздар, күндеріңіз сәтті өтеді. Жаттығудың түрі көп, зерттесеңіздер, әрі қарай таба бересіздер. Абзал мырза, сізге үлкен рахметімізді айтамыз. Уақытыңызды бөліп келгеніңізге, осындай пайдалы кеңестеріңізбен бөліскеніңізге, құрметті көрермен, әр таң сайын міндетті түрде қайталап жүріңіздер осы жаттығуларды. Енді құрметті көрермен, жалпы қазір осы күндері шаруа қожалығымен қоса аулада да біз түрлі бау-бақшада егіп жатырмыз, оны дамытып жатырмыз, түрлі көкөністерді өсіріп жатырмыз. Олардың ішінде алматылық қариялар да бар. Осы саяжайға еккен өнімді қалайынан нәтижелі болуы туралы барлық ақпаратта сол